Сәлем достар, мен бүгін сіздерге Қытай елінің манту деп аталатын нанын жасап көрсететін боламын. Ол үшін қамырымызды 4 бөлікке бөліп, оны күлшелеп аламыз. Сосын бетін 20 минут жауып, қойып қоямыз. 20 минут уақытымыз өтті. Мантаваркамызды майлап, күлшемізді ішіне арасын ашық-ашық етіп салып аламыз. Арасын ашық етіп салмасақ, нан піскен кезде сынып, бір-біріне жабысып қалады. Сондықтан арасын ашып-ашып қоямыз. Егер осындай пайдалы, тез қорытылатын, ағзада тез қорытылатын нан жасағыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, сіздер де жасап көріңіздер. Нанымыз пісті. Нанымыз жақсы көтеріліп, өте дәмді нан болды. Сіздер де жасап көріңіздер.